алғашқы хижрет жасаған мұсылмандар Мекке халқының түгелімен исламды қабылдады деген естіп, Меккеге қарай жолға шығады. Қаланың кіре берісіне жеткен кезде жолыққан адамдардан Мекке халқының барлығын ислам қабылдаған туралы сұрайды. Сонда оларға бұл хабардың жалған қауесет екендігі айтылады. Олардың көңілі түсіп, Хабаш еліне қайта оралуды ойлайды. Бірақ көз алдында сүйікті туған қалалар Мекке тұрды. Олар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды қайта бір көргісі келді. Алайда Меккеден кеткен кезде олар өздерінің тайпалық қорғанышынан бас тартқан еді. Сондықтан қайтып келгенде қайтадан біреудің қорғауына кіру қажет болды. Дегенмен де олар Меккеде кіріп аз уақыт болды қалады. Осылайша Меккеде аз уақыттан кейін алғашқы хижрет жасаған мұсылмандар өзара кеңесіп, Хабаш еліне қайта баруды дұрыс деп ойлайды. Мекке олардың туған жері болғанмен, Хабаш елінде олар тыныш әрі қауіпсіз өмір сүре алады. Хабаш еліндегі бейбіт өмір туралы естіген басқа да 80-нен астам мұсылман хижрет жасауға шешім қабылдайды. Бұл Меккедегі мұсылмандардың шамамен жартысына және қала халқының 10%-дан астамына тең еді.